Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен орешки пісіретін боламыз. Мен ішіне жаңа қосып жасадым. Өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеп бастаймыз. Ол үшін құрғақ заттарымызды, ұн, қант және разрыхлительді алып араластырып аласыздар. Осылай араластырып аламыз. Енді оған жұмыртқамызды және де ерітілген сары майымызды салып, жұмсақ етіп қолға жабыспайтындай қамыр илейсіздер. Осылай. Қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамыр бізде шықты, жұмсақ, әп-әдемі болып. Енді оны домалақ шариктер жасап, весидің көмегімен өлшеп аласыздар. Сол ыңғайлы болады, әрі біркелкі болып піседі. Осылай. Әр орешницаның көлемі әрқалай болғандықтан өлшеп алғандарыңыз дұрыс. Менікі кішірек болғаннан кейін мен 4 граммнан салып жатырмын. Орешницаларыңызды қыстырып, осылай салып аласыздар. Дайын. Енді қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп шықты. Барлығын түсіріп аламыз осылай. Енді начинкасына варенканы пайдаланған кезде қоюын алыңыздар. Егер сұйық варенка алсаңыздар, сыртына ағып кетеді. Осылай салып, мен ішіне жаңа қосамын. Қоспай қосаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде. Осылай 2 бөлігінде варенкамен жағып аламыз да. Жабыстыра саласыздар, оп-оңай. Осылай әп-әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.